Дауыссыз сеслер жасалу ұсылына қарай жабысыңқы, жуысыңқы, дірілдеуік болып үшке бөлінеді. Бұнда өкпеден шыққан хауа ағымы қайтып тосқұлыққа ұшыраған уақытта қалай шығып атырыпты? Дауыссыз сес дегеннің өзі өкпеден шыққан хауа ағымы тосқұлыққа ұшырау нәтижесінде шығады. Қалай шығып атырыпты? Қандай? Сөйлеу ағзаларымыз әрекетшең сөйлеу ағзасы әрекетшең емес сөйлеу ағзасына жабысып, сестеріміз шығу ұсын партылап, атылып шығып атыр ма? Ямаса айтқан уақытымызда қандай да бір сөйлеу ағзамыздан саңлақ тауып, жылысып, жуысып шығып атыр ма? Ямаса дірілдеп шығып атыр ма? Соған қарап үшке бөлінеді. Бұлар қайсылар? Жабысыңқы дауыссыз сеслер жасалу ұсылына қарай өкпеден шыққан хауа ағымы әрекетшең сөйлеу ағзалары әрекетшең емес сөйлеу ағзаларына жабысып атылып шығу нәтижесінде жабысыңқы сөйлеу сеслері пайда болады. Жабысыңқы сөйлеу ағзалары қайсылар? Бұлар Б, П, Т, Г, К, Қ, М, Н. Айтып көрің, Б деген сесті айтқан уақытыңызда бір нәрсе үйренуіңіз үшін сілерге жабысыңқы дауыссыз сестер айтқан уақытыңызда егер сіздер кейініне деген сесті қоспасаңыз, бұл сесті айта алмайсыз. Себебі сөйлеу ағзаларыңыз жабысып қалады. Айтпай айтып көрің. Айтпай қазір айтып көрің. Б. Ны айтпасаңыз айта алмайсыз. Сол үшін де жабысыңқы бұны айыру жүдә аңсат. Сөйлеу ағзаларыңыз алдамайды. Сөйлеу ағзаларыңызбен өзіңіз айтып көрің. Қайта-қайта айтып көру арқылы бұны аңсат үйреніп алуға болады. Б. Д. Д-ны айтып көрің. Д. Д-ны айта алмайды. Д-ны айтқан уақытта деген сөзді қоспасаңыз айта алмайсыз. Д. Жабысыңқы себеп. Т. Т да сондай. Ны айтпасаңыз айта алмайсыз. Т. Шықпайды сез. Жабысып тұрды. Т деген деп оны қосу арқылы айтасыз. Жабысыңқы екен осылай біліп алуға болады. Енді жуысыңқы дауыссыз сеслер жасалу ұсылына қарай сөйлеу сеслері, өкпеден шыққан сөйлеу сеслері тосқұлықта қандай да бір саңлақ тауып, жуысып шығады. Бұл сеслер қайсылар? Бұлар В, Ф, З, С. Қараң, айтқан уақытта В, Ф, З, С, Л, Ж, Ш, Х, И, У. Бұны айта беруге болады, себебі сөйлеу ағзаларымызда саңлақ тауып, жуысып, шығып атырыпты. Бұны өздеріңізді сөйлеу ағзаларыңызды қайта-қайта айту арқылы, айтып көру арқылы біліп алсаңыз болады. Жасалу ұсылына қарай дірілдеу дауыссыз сес. Арқайын білеміз бұны. Ыр сесі дірілдеуік дауыссыз сес. Себебі айтқан уақытта сөйлеу ағзамыз яғни тіліміз дірілдеп шығады. Қадірдаларым, дауыссыз сеслерді түсіндіріп өттім. Қайталайсыз, кейіннен тест беремен, тестлерді шешесіз. Бірақ мен үйреткенде етіп, сөйлеу ағзаларыңыз арқылы қайта-қайта айтып көресіз. Һәм бұл сіздерге бұларды айыру жүдә аңсат болады.